Сәлем достар, бүгін сіздермен американский бисквиттің рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін алдымен жұмыртқамызға қантымызды салып, оның үстіне азғантай тұзымызды салып араластырамыз. Тұзымызды міндетті түрде салыңыздар, өйткені тұз салсаңыздар жұмыртқа жақсы көтерілетін болады. Біздің бисквитіміздің жұмсақ әрі пышный болып көтерілуі осы жұмыртқаға байланысты. Сол үшін жұмыртқамызды аппақ болып, көбік болып көтерілгенше араластыратын боламыз. Ыдысымызға сүтіміз бен сливочный масламызды қосып отқа қайнатып аламыз. Көтерілген жұмыртқамыздың үстіне аз-аздан ұнымыз бен разрыхлителімізді қосып араластырып отырамыз. Оның үстіне екі бөліп сүтіміз бен сливочный масламызды ыстық күйінде қосып араластырамыз. Лопатканың көмегімен жоғарыдан төмен қарай осылай араластырамыз. Миксермен емес, қолмен араластырыңыздар. Миксермен араластырсаңыздар жұмыртқамыз түсіп кетеді көтерілгені. Енді екінші бөлік сүтіміз бен сливочный масламызды құйып, және араластырып аламыз. Қалған ұнымызды да салып, жақсылап араластырып шығамыз. Ешқандай түйіршік болып, ұн қалмауы қажет. Сол үшін барлығын біркелкі етіп араластырамыз. Дайын болған тестамызды 170 градус пеште 15-20 минутта пісіріп алатын боламыз. Піскенін шпажканың көмегімен тексереміз. Шпажкамыз құрғақ болып шығуы қажет. Мен 28 диаметрлі кольцода пісіріп алдым. Егер сіздер 20-22 диаметрде пісірсеңіздер, бұдан да биік болып шығады.